Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Вирсус. Бүгін біз Бравл Пас ашатын боламыз. Бүгін көріп отырғаныңыздай менің екінші аккаунтымда ашатын боламыз. Менің бірінші аккаунтымда Бравл Пас плюс ашқан болатынбыз. Көрмеген болсаңыздар көріп кетіңіздер. Көптеген мінеке событиялар шыққан. Мен киттің скен ойнаған жоқпын, мега копилка дейді. Бізде мінеке менің екінші аккаунтымда көріп отырғаныңыздай бір адам кіріпті. Кірмеген болсаңыздар менің екінші кланыма кіріңіздер, то есть клубыма кіріңіздер. Сіздерге ашық есік, 6000 кубоктан кіре аласыздар. Біздің мега копилка енді ойнаған жоқпын, даже керекті емес. 3 адаммен никак жинай алмайсың, даже бірінші ойынды өтудің өзі қиынға түседі. Ал мінеке мен көріп отырғаныңыздай Бравл Пасты жинап қойдым, жап-жаңа жинап тастадым. Енді 50-ші уровеньге дейін жиналмаған екен. Енді ондай болса осының бәрін ашып бастай берейік. Енді бірінші бір геймдерден бастап ашамыз ба, или кәдімгідей аша берем ба, кішкене ойланып тұрмын. Ондай болса былай аша берейік. Ондай заттар жоқ секілді, бізде де ешқандай қызық емес. Бәрі осындай стардроптан бастай берейік. Тек кредиттарды ғана тиіспей, былай стардроптармен кәдімгі заттарды ала берейік. Гейм мысалы тиын сондайларды аша береміз. Мен кейбіреуін алған болатын, өткен менде байттер дамыту керек болды. Шеллидің гиперзарядын алу үшін мен Шеллиді до конца дамытып тастаған едім. Сол үшін маған керек болған. Мінеке бізде сверхредки бәрін ашып жатырмыз. Ештеңе түсіп жатқан жоқ, енді әзірге қызықты. Бұл аккаунтқа да алуға болатын еді. Бравл Пас, бірақ енді новенький аккаунтқа не керек дедім. Осы аккаунтты мен ешқандай донатсыз дамытамын ба деп шешіп едім. Сол үшін маған енді донат керек болмаған үшін мен Бравл Пас сатып алған жоқпын. Донатсыз ойнайынмын деп. Мінеке көреміз. Жалпы енді Supercell бұл новенький аккаунттарға өте жақсы прокачка жасап жатыр. Сразу мықты байттер береді. Бұрынғыдай отырмайсың, жақсы екен. Мінеке ашып жатырмыз. Әзірге ештеңе түсіп жатқан жоқ. Енді көреміз, енді бірдеңе түсіп қалар мүмкін, немесе легендарный стардроптан бір бравлер берер. Мінеке мені боға жинап жатыр екенмін. Одан кейін де енді көп бізге енді түсетін бравлер көп. Шанста көп демек. Бұрынғы легендарный байттер түсетін еді, сандық ашқанда анау-мынау. Енді қазір ондай зат жоқ. Стардроптар түсініксіз, шанс қандай сондай жазылмаған. Обычныйлар секілді шығар. Көреміз енді. Білмейсің қандай зат түсетін нақты. Скиндар түсетін болған бұрынғыдан қарағанда. Плюсы да бар, минусы да бар. Аша береміз. Мінеке 30 кредит түсті, 1000 монета. Енді біздің уже легендарныйды ашады екенбіз. Онда болса аша салайық, ішіне қандай бравлер түседі екен қазір көретін боламыз. Сол үшін лайк басып, подписаться кнопкасын басып кетеміз. Ал ендеше осыны ашайық. Бізге мінеке көріп отқаныңыздай гриф түсті, база жоқ. Үшінші ұшақ эпический байт бар екен. Жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Онда болса мынаның бәрін ашып оның скинін алып алайық. Мінеке азғанша ашсақ уже бұның скинді алып тұрық екенбіз. Мінеке бұның скинін алдық. Уже бізде 4 эпический байт болды. Енді келесі қандай эпический байт аласың деп тұр. Енді бізге эміз бен би дейді. Екі де жақсы, бірақ енді мен өзім эміз алам, өйткені ол контроль. Бәрін алыстан дистанцияда ұстайтын мықты бравлер. Мінеке осымен біздің открытиямыз біткен секілді. 58 гейм біз құртта ала алмаймыз, енді өзі жоқта екен. Жалпы мен алмаста едім оны. Мінеке енді бізде көріп отқаныңыздай бір шамаға толып қалды. Айтпақшы мен покқа алған болатын мұның үстінен. Мінеке. Енді бұлардың бәрін дамыту керек, кішкене ойнау керек. Мінеке бізде енді 16 байет бар, 93-тің 16-сын жинаппыз. Көп ойнап жүрген жоқ. Енді мұна жақта енді бізде бір сверхредки мен бір редки байтысты береді екен, то есть розаны береді екен. Одан бөлек мен ранговый бойды ашқан болатын, бірақ ойналмаған. Осылай енді ойнау керек. Енді бұны білмеймін, до конца барам деген ой жоқ енді. Осылай видео аяқталды достар. Сіздерге қызық болды деген ойдамын. Алдағы уақытта қызықты видеолар түсіретін боламын. Сол үшін арнаға тіркеліп
лайк басып, комментарияға жақсы пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Фирсус. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар достар.